Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер және оқушылар. Мен Сарытбек Қымбат, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 3-ші курс студенті. Бүгінгі видеороликте әліппе сабағынан нөмірі 21-ші сабақ Н дыбысы және әрпін өтетін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін тыңдауларыңызды өтінемін. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсатымен таныс болайық. Заттар мен құбылыстарды сипаттауға, салыстыруға қажет сөздерді қолдану. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке болып бөлінетінін түсіну. Мұғалімнің қолдауымен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру, қатені түзету. Бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін тауып көр әдісін пайдаланамыз. Ендеше балалар, нан сөзіне топтастыру жасайық. Нан қандай болады? Дұрыс балалар, нан қасиетті, дәмді, ыстық, қара нан, ақ нан және тәтті болады. Жарайсыңдар. Балалар, дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз. Н әрпі дауыссыз дыбыстарға жатады. Себебін бірге анықтайықшы. Бірге Н әрпін қайталайықшы. Н. Кедергіге ұшырап тұр ма? Иә, кедергіге ұшырап тұр. Н әрпі дауыссыз дыбыс. Көк түспен белгілейміз. Ендеше балалар, Н әрпін қарындаштардан жаса. Қолымызға әртүрлі қарындаштарды аламыз. Үстел бетіне қойып, Н әрпін жасау жолын көрсетеміз. Қанекей, іске кірісейік. Қолымызға 3 карандаш аламыз. Н әрпін жасауға тырысамыз. Екі жағына 2 таяқшаны қойып, ортасына 1 таяқшаны қойып шығамыз. Сол кезде бізде қандай әріп шықты балалар? Дұрыс, Н әрпі шықты. Ұқсады ма? Ұқсады. Әліппе кітабымызды ашамыз. Оқулықтағы суретке мән береміз. Суретке мән беріп сұрақтарға жауап берейік. Анасы дастарханға не қойды? Алан нанға не жағып жеді? Қанекей, бәріміз суретке мұқият қараймыз. Дұрыс. Анасы дастарханға не қойды? Анасы дастарханға нан қойды. Алан нанға не жағып жеді? Алан нанға май жағып жеді. Жарайсыңдар балалар. Суретке зер салыпсыңдар. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Суретке мұқият қараймыз. Не ішті? Анасына таңғы ас үшін не айтты? Сұрақтарға жауап береміз. Зейінімізді суретке саламыз. Не ішті? Сүт ішті. Анасына таңғы ас үшін не айтты? Анасына таңғы ас үшін рахмет айтты. Жарайсыңдар балалар. Суретке мұқият қарап, анасы мен баласының іс-әрекетіне толық мән бердік деп ойлаймын. Келесі тапсырмаларға мән берейік. Әліппе оқулығындағы оқылым дағдысына мән береміз. Балалар,
Барлығымыз бірге әріптерді бірге қосып оқиық. Нан, ана, нар, анар, ну, науа. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырмаға зейініңді сал. Нанның суретін салып, сөзді дұрыс жаз. Қанекей балалар, барлығымыз бірге орындайық. Нанның суретін салып, нан деген сөзді жазамыз. Іске сәт. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Дәптерімізді ашамыз. Н әріпінің баспа және жазбаша түрі тұр. Н әріпінің бас әріпі және кіші әріпі бар. Бас әріпі мен кіші әріпі 3 элементтен тұрады. Ол түзу сызық, белдік, ілгек. Барлығымыз дәптерімізді ашып, Н әріпін жазайық. Балалар, барлығымыз орнымыздан тұрып, сергіту сәтін жасайық. Ормандағы аю қонжық ұялардан бал іздеді. Мойындарын оңға бұрды, мойындарын солға бұрды. Орман ішін аралады, ағаштарды шайқап көрді. Оңға бір, солға бір, аяқтарын көтеріп ап, қуанғаннан билей берді. Оңға бір, солға бір, қуанғаннан билей берді. Келесі тапсырмаға көшейік. Саралау тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Дыбыс сызбасы қай сурет атауына сәйкес келетінін тап. Екінші деңгейлі тапсырма. Н дыбысы сөздің қай жерінде келетінін анықта. Үшінші деңгейлі тапсырма. Ат, айна, моншақ сөздермен сөйлем құра. Оқушылар, функционалды сауаттылық тапсырмаларын орындаймыз. Функционалды сауаттылық дегеніміз не? Ол оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті. Оқушылардың әлеуметтік мәдени дамуының өлшемі. Тапсырмалар легі мынандай. Нан туралы мақал-мәтелдер айт. Нанды қалай пісіреді сұрағына жауап бер. Барлығымыз ойланып жауап берейік. Жарайсыңдар балалар, монолог айтуға үйрену. Ана тақырыбына монолог айт. Ана сөзіндегі дыбыстарға талдау жаса. Менің анам өте жақсы адам. Ол бізді жақсы көреді. Мен анама көмектесемін. Анам қуанып қалады. Ана деген ең жақын адамың. Оны сыйлау керек. Ана сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Ана. А дауысты дыбыс. Н дауыссыз дыбыс. А дауысты дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Рефлексия. Бас бармақ тәсілі. Бас бармақ тәсілін білеміз ғой балалар. Барлығын түсіндім. Енді түсініп келемін. Түсінбедім. Сіздердің жауаптарыңызды күтіп отырмын. Жарайсыңдар балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.